Китапқа жазар ғұмыр жол. Найманнан Төлегетай Садыр руы тон алдияр қуат асау тарап келді. Шыңқожа Досымбай Байтоғайдан Толымбек Таласбек туған еді. Толымбек өзі бай адам болған екен. Үйір жылқы малдарына сан жетпеген, қалыңдыққа үш жарды алсадағы ұрпақтарының өзінің еш бөлмеген. Бәйбішеден Ахмет бармақ ұлдар туар. Қартабай, Қалтабай, Ділдебай, Дүйсенбайлар бұл төртеуін екінші жары туып, үшінші жар хат танитын болған татар. Бұл кісіде үш ұл сыйлап Толымбекке, Иманбек, Жұмабегі, Барманбекте бәр ағайын Толымбек ұрпағы болып араласып келеді осы күнде. Советтердің кезінде ғой Барманбекті байдың мынау баласы деп көшіреді, үлгіліге көшіп қоныс Бақалыдан, Қосағаштан Сағынайды кезігеді. Сағынай өзі Матайдан кенже болған, Сақай менен тараған темір тастан, бір туары қазақтың ақын сара, Сағынайға аталы сіңілі бір туысқан. Сағынай қыз Дүйсенбектен ақын сара туған екен Тастанбектен. Тастанбекпен Дүйсенбектер бес ағайын, Жайсанбекпен Айманбек Қағазбекпен. Сағынай ару сарадай өлең жазған, Ақсу Салқан өңірінде ақын болған, 7 томдық жинағы жарық көрмей, қастандықтан жойылып өртке оранған. Ал Барманбек Сағынаймен үйленеді. Дүниеге Жаркент Жәкіш келген еді. Барманбек бірақ Жұмабек бауырына Бақалыға Жаркентті жібереді. Ұлы Отан соғысынан суық хабар Толымбектің отбасына келіп соғар. Онда Жаркент небары 6 жаста майдандағы Жұмабек қайтыс болар. Барманбек енді Жаркентті қайтып алар, Ақсу жеріне баласымен бірге оралар. Жұмабектің ұрпағы қалмаған сон, Барманбеков Жаркент Жұмабекұлы осылай шығар. Соғыстан кейін жұрт көрді жоқшылықты. Бала Жаркент көріп өсті қиындықты. Сүт пен нан, уыс бидай арман болып, сүген картоп жеп жүгері асқа бақты. Бала Жаркент даладағы шатақ болды. Шешен грек немістерді аямады. Еврейлер мен орыстарды сол кездерде қазақтардың баласына қоқандады. Солай Жаркент Ақсудың атаманы, қазақтардың арқа сүйер майталманы, замандастар арасында озып шығар көшбасшысы абыройлы әділ жаны. Мектепке барып алғыр бала білім алды. Жақсы оқып бұзықтығы таусылмады. Жас Жаркентті Виноградов Спартак көріп, спортқа баулап зал төріне шақырады. 15 жасында жан анасы көз жұмады. Бала Жаркент өмірден соқ қалады. Мектепті де тастап кету ойға барып, сабыр сақтап спортпен шыңдалады. Волейбол, футбол, баскетбол жақсы ойнады. Аудан облыс құрамада үздік болды. 100 метрге еркін жүзу жарысынан Матайда облыс чемпионы атанады. Спорттағы жетістігі көп қой енді. Волейболда облыстың чемпионы, республикада еленіп 3-ші орынды Динамо спорт құрамына қабылданды. Одессада бүкіл одақтық жарыс өткен. Сол жарыста 4-ші орынға көтерілген, Ақсудың жұлдызы болып жарқыраған, жетістікке Жаркентте кімгер жеткен. Бокстасып 63 келі салмағымен Алматының 3 дүркін чемпионы деген, Қазақстан студенттер ойындарын алтын медаль тағып бәрін жеңген екен. Буревестник спорт қоғамы жарысынан 2-ші орын алған Жаркент Москвадан, Орта Азия студенттер чемпионы. Осылай міне бокстасып топты жарған. Жеңіл атлетика еркін күреспенен, шахматтан да озат болып көтерілген. Спорттағы разрядтары соған дәлел, 8 қырлы бір сырлығы Жаркент деген. Маман орта мектебін бітіреді. Каникулда еңбек етіп төртөгеді. Ақша жинап Барманбек әкесіне жекеменшік үй сатып әпереді. Бармақ Фабикен ағасы бірдемеді. Сотқа келіп секретарғып кіргізеді. Ауданның военкомы Медеев деген военкоматта бөлім бастық етеді. Мемлекеттік дене шынықтыру институты Алматыда Жаркентке есік ашты. Бокстан тренер дене шынықтыру мұғалімі деген маман болып бітіріп шықты. Институтты бітірген соң қызмет жасап, мұғалім болып Заветте берді сабақ.
Бірақ жары Алматыда ауырған соң ауылға қайту қойылды. Сонда талап Ақсуға келіп Алтынсарин мектебіне орналасты. Жұмысқа зорға дегенде ең бір қиын классқа жетекші боп оқымайтын балаларды салды жөнге. Сол класстан 34 бала бітіреді, 27-сі жоғары оқуға түседі. 4 оқушы техникумға тапсырып, бұл еңбекті басшылар ескереді. Тәрбиелеп 2 генерал, 1 адмирал, 2 техника ғылымының докторы бар, тағы 2 ғылыми кандидаттар, райыс полком, обком, совхоз директорлар. Жаркенттің оқушысы шетінен алғыр, туыстаған азаматтар қолына бір, Зеленстрой быткомбинат мектеп директоры, таланттығып жаратқан солай тағдыр. Талай дарын, зиялы қауымдарын, Ақсуымда, Жаркентте сусындадың. Ауданымда 25 шәкірттері, құрметті азамат атағын медаль алдың. Махаббатын айтып өтсек жас Жаркенттің, адал сезім аялаған қыз жігіттің, 6 жылдай қол ұстасып бірге жүріп, үлгі болып отау құрды беріп сертін. Асыл жары Сейтқазының қантай еді, өз әдемі сымбатты ару теңі, тік мінезді шындықты бетке айтатын, ақылды жан гимнастика спорт шебері. Достарының арасында бір гүледі, жас жұбайлар махаббатын дастан деді. Кавказ биін үйлесімді билегенде, қызығатын жастарға үлгі еді. Қиындықты, қуанышты бірге көрді, ащысы мен тұщысын бірге жеңді. Суығы мен жылуына шыдап міне, көтеруге ауыр жеңіл бекем түйді. Қызмет бабын айта кетсек, сол Жаркенттің төрағасы совхозда діңгек дейтін, алдымен завуч, кейіннен директоры, ең алғашқы ауданда спорт мектептің. Еңбек және тынығу лагерінде Чайка дейтін ат берілген сол бір кезде, 4 жыл бойы басқарып қара кемерде, үздік үшін барған ғой Мәскеу төріне. 75-ші жылы райком шақырады. Көрсеткіші бойынша артындағы 9 мектеп интернаттан облыстағы тағайындалды директор боп. Ақсудағы еңбек етіп ұжыммен жұмыс істеген, ұйымдасып бір арнаға келе білген. 1 жылдан соң комиссия тексергенде 3-ші орынға 9-дан көтерілген. Содан кейін Жаркент енді көзге түскен. Аудандағы барлық мына мектептерден зав районы болуға шақырылып, талай жылдар осында еңбек еткен. Жұмыс істеп денсаулыққа мән бермеген, жүрегіне инфаркт алды 2 реттен. Ауырған соң Ақсуға интернатқа ауысады қайтадан өз еркімен. Тәуелсіздік орнаған жылдар келді. Ата-баба аңсаған заман еді. 90-шы жылдары ең алғашқы кооператив құрды бастап бизнесті. Шаруа қожалығын асау деп атады. Аудандағы тұңғыш миллионер атанады. Қиын қыстау кезінде ел алдынан Жомарт Жаркент көмек қолын созады. Мәселен 92-ші жылдарында жеңіс күні 9-шы мамырында әкімшілік ардагерге сыйласын деп 1 миллион теңге бөлді сол жандарға. Аудандағы қарттарды қамын ойлап, 93-те 10 тонна картоп сыйлап, 25 тоқта таратады ел жұртына, қарапайым халықты жүрді қолдап. Халқымыздың жүргенде мұңы артып, кейіндері 80 қап ұн таратып, атқа мінер ел ағасы тіреу болды. Аллаға шүкір елінен алғыс алып, ақсақалды Жаркенттен бата алып, зейнет жаста жүрсе де көрді халық. Әкімдік қолдап бірігіп бітірісті, үлкен мешіт бастамасын қолға алып. Әділдікпен халқына шын айтатын, билікпенен үкіметке сын айтатын, жалғыз Жаркент жүрек жұтқан оппозиция өмірінде күресетін, ол қайтпайтын. Ал енді Жаркент қынтай ұрпақтарын айтып кетер кезі келді ағайыным. Дүниеге 6 бала әкелген ғой, 5 қыз бір ұл, көп көрмесін балаларын. Жаркент қызмет жұмысымен көп жүргенде, тәрбиені қантай алды өз үсіне. Адалдық пен шыншылдық, әдептілік, құндылығы басты болды тәрбиесінде. Тұңғышы боп Гүлмира келді дүниеге. Кемпіршал баласы өсті Барманбекте. Сабыр мінез, ақ халатты абзал жан боп жетті үздік стоматолог дәрігерге.
Екінші қызы ақылды Гүлназ деген, әке жолын жасынан қуып өскен, неміс тілі ғылымының доценті ғой, зияткерлік мектепте сабақ берген. Ал үшінші қызы ғой Гүлдір Айхан, ер мінезді намысты қолға алған, әулетінде қолына ту ұстаған, президенті банкте мекемеде ол басқарған. Төртінші қызы Салтанат сұлу келген, анасы Сағынайдан аумайды екен, бас есепші директор жастайынан компания мен фирмаларға көмектескен. Алла берген Жанел деген жалғыз ұлы, Барманбеков Жаркенттің мұрагері, сотта қызмет жасаған мықты юрист, Теміртауда телевидение директоры. Бесінші қызы кенже бала Жанар деген, анасына жақын болып ерке өскен, ақ көңіл ғой ақ жарқын елді ойлаған, басшы болып банктерде қызмет еткен. Үйді болды 5 қызы, бір ұлдары, немере сыйлап әке жасын ұзартады, ғұмырында бақытты өмір сүріп жатыр, таныстырам күйеу балалар келін жанды. Қайрат Бастап Зам районы мектеп директоры. Ал Жайықбек венеролог үздік дәрігері, Ерлан деген алтын скальпель иегері, Темірханда басшы ғой техниканың қас шебері. Бизнес-леди Динарасы бар келіні, сұрасандар Мұсаханды кім деп енді, халық оны бас имам деп біледі, бажа болған күйеу бала келіндері. Балалардан тараған 17 немере, немереден сүйеді 6 шөбере, қатарынан тізіп тұрып айтып кетем, кейінде керек болар шежіреге. Данел Данияр Дамир мен Диляралар, Динара Диана Дінмұхамед Расулы бар, Дінахмет Дия Самина Ділда Мейірхан, Уалихан Тоғжан Мұстафа Асия Жадыралар, шөбересі Алдияр Мадияр Әмір бар, Айша мен Рамазаны тағы Кәусар, нағашыға бұларда жиен болар, бақытты боп Аллам ұзақ ғұмыр сыйлар. Жақсы менен жаман қатар жүреді екен, сүйген жарын сумажал ерте кеткен, 40 жылдай отасқан жұбайынан, айырылды Жаркент қантайдан бір мезеттен. Қадірлеген Жаркентті қантай жары, парасатты демеушісі жанашыры, әзілінде қалжыңында айта білген, шоқ жұлдыз боп сөнді ғой бар асылы. Арада 10 жыл өткенде тағы соққа, алады ғой өмірінде жүрекке қатты, еңкілдеген ең сүйікті немересі, өмірден озып қабырғасын қайыстырды. Қазы Жаркент тұрады Шолпан менен, кинодағы кейіпкерде өмір сүрген, 3 баласы Шолпанның айтып кетем, әсеті мен әсемі Лаура деген. Сөйтіп 80 жасына Жаркент келді, 65-те бокстан турнир өтті, 70-де баскетболдан жарыс жасап, туған күнін Ақсуында атап кетті. 100 жылда бір туады екен мұндай адам, бәйтеректей жапырақтары жайқалған, тамыры тарап діңгегінен нәр береді, әр пендеге көлеңке болып пана болған. Жүрегі кең мейірбан осы адам, замандасқа құрметті ерекше жан, дос шаранға қалжыңбас ел сыйлаған, аман болсын Жаркенттей ұлы адам. Жасасын ешқашан қартаймасын, ұрпағыңа бүгінгі бақыт қонсын, кітапқа жазар осы ғой ғұмыр жолы, Жаркент атам ауырмай алға бассын.